Степногорск қаласы қоқыс астында қалуы мүмкін. Түркістан қоқыс алаңына айналып барады. Қарағанды облысындағы Шахтинск қаласының тұрғындары қоқыс астында қалып барады. Қаланы тазалау жұмыстары таңғы сағат 7-де басталады. Мегаполистің тазалығына 1728 жұмысшы жауапты. Олар алып шаһардағы қоқысты жинап, көшені сыпырады. Ылғалды жинау жұмыстарын жүргізеді. Біз бүгін Бостандық аудандық Алматы тазалық мекемесі қызметкерлерінің қатарына қосылдық. Алдымен жұмыс тәртібімен танысайық. Олар да ертең сол сағат 7-ден бастағаннан кешкі сағат 5-ке дейін көшелердің қоқыс жәшіктерін тазалаумен айналысады. Кезекшілік болады олардың арасында. 5-тен кейін кешкі біздің түнгі ауысымда тағы да шығатын бригадаларымыз бар. Солар келетін уақытқа дейін кезекшілік қызмет атқаратын автокөлік 2 жұмысшымен осы аудан бойынша өздерінің қызметін жасайды. Бостандық ауданы бойынша 140 жол қызметкері бар. Олар Назарбаев көшесі мен Әл-Фараби даңғылының қиылысынан үлкен Алматы өзеніне дейінгі аумақтың тазалығына жауапты. Осы аралықта орнатылған 1345 қоқыс жәшігін жинайтын мамандардың тұрғындарға айтар уәжі бар. Адамдар мусор алсаң тастап кетеді. Көзінше алдыңда кім тастап кетеді, былай бакалашка анам рақтырып кетеді бізге. Оны тастамай орнағыға тастап кетсе болады бізге. Өзіміз аламыз оны мусордың жәшікке. Кейде қоқыс тазаланбайды деп шағымданатындар да бар. Бірақ кінә өзімізден екенін аңғара бермейміз. Қала тұрғындары әсіресе ертеңгі таңғы уақытта бізде түніменен тазаланады ғой енді. Күндізгі жұмысшылар бар, түнгі жұмысшылар бар. Соның барлығымен тазаланған күннің өзінде ертеңгісін алынып, босатылып, тазартылған қоқыс жәшігіне үйден алып шыққаны пакеттерін салып кететін жағдайлар болып жатады. Біз мамандармен бірге Тимирязев көшесі бойындағы қоқыс жәшіктерін жинадық. Осылайша бүгін аудан бойынша 17 тонна қоқыс жиналып, арнайы базаға жеткізілді. Мұндағы қызметкерлер қоқысты арнайы көлікке тиеп, қала сыртындағы полигонға жеткізеді. Одан соң сұрыпталып, қоқыс өңдеу зауытына жөнелтіледі. Дүниежүзілік банктың есебінше 2050 жылға қарай әлемдегі тұрмыстық қалдықтың көлемі 70% өсіп, 3,4 миллиард тоннаға жетеді. Бұл дегеніміз, келешекте жер планетасының үлкен қоқыс полигонына айналуға шақ қалғанын білдірсе керек. Ал оның алдын алу тек сіз бен біздің әрекетімізге байланысты екенін ұмытпайық. Әлемді өзгерткің келсе, өзіңнен баста.